Мен Қожбанова Бағила Систембековна, Маңғыстау облысы білім басқармасының Бейнеу ауданы бойынша білім бөлімінің Жұмағали Қалдығараев атындағы жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі. Халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін білім деп Мұхтар Әуезов айтқан сөзін ту етіп, білім жолында 30 жыл еңбек еттім. Сіздерге 4-ші сыныпта өткен әдебиеттің оқу пәні бойынша күзгі құс керуені тақырыбындағы сабағымды ұсынамын. Сәлематсыздар ма, балалар? Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын көзімізді жұмып, мына әуенді тыңдайық. Көз алдарыңа не елестеді? Қай жерлесіңдер? Жылдың қай мезгілі? Қандай әсердесіңдер? Көзімізді ашайық. Көз алдымызға не елестеді? Құстар. Жылдың қай мезгілі? Көктем, жаз мезгілі сияқты. Қандай әсерде болдыңдар? Әдемі, әсерлі. Құстардың дауысы жағымды ма? Жағымды, өте жақсы. Бүгінгі сабағымызға да осындай жағымды көңіл күй тілеймін сіздерге. Балалар, біз өткен сабақта Бердібек Соқпақбаевтың көшер кезде мәтінімен таныстық, иә? Енді сол өткен сабаққа шолу жасаймыз. Барабан әдісі бойынша өткен сабақты пысықтауға дайынсыңдар ма? Ал ендеше барабан ойыны басталды. Көшер кезде өздерімен бірге итті неге алып кетпей жатыр деп ойлайсың, Мағжан? Өйткені қалада ит асырайтын жері жоқ. Өте жақсы, жарайсың, Мағжан. Мәтін кейіпкерлерін ата. Айта ғой. Мәтін кейіпкерлері Майлы аяқ, әдісіне Майлы аяқтың иесі. Жаңа иесі келгенде Майлаяқ не істеді? Диана? Жарайсың. Майлаяқтың иесі қайда көшіп бара жатыр? Әбіл Мансұр? Жарайсың. Майлаяқтың жаңа иесінің аты кім? Мәриям? Жарайсың. Бердібек Соқпақбаевтың қандай шығармаларын білесіңдер? Мадина? Жарайсың. Соңғы сұрақ. Көшер кезде мәтінінде не туралы айтылған? Еңілік? Көшер кезде мәтінінде Майлыаяқ туралы айтылған. Жарайсың. Өте жақсы бар. Балалар, бүгінгі сабағымызды құстармен бастадық, иә? Енді сабақтың соңына дейін осы құстармен дос боламыз. Құстар туралы не айта аласыңдар? Құстар біздің досымыз. Құстарға жақсылық жасау керек. Құстарға қамқор ұя жасау керек. Дұрыс айтасыңдар. Естеріңде ме? 1-ші сыныпта біздің Мадинаның әкесі, Мағжанның әкесі, Мариямның, Қайсардың әкесі мынадай керемет ұяларды жасап, мектеп ауласындағы ағаштарға іліп біз құстарға қамқорлық жасадық. Естеріңде ғой, иә? Біз құстарға әрдайым да қамқорлық жасауымыз керек, балалар. Ал енді қазіргі ойынымыз құстар ойыны деп аталады. Қандай құстарды көріп тұрсыңдар? Олар қалай дыбыстайды? Олардың даусын танисыңдар ма? Қазір көреміз.
Балалар, қазір құстардың дауысы шығады. Сендер қай құстың дауысы екенін тапсаңдар, ол құс ұшып кетеді. Біз барлық құсты ұшыруымыз керек. Дайынбыз ба? Бірінші құсты тыңдайық. Аха. Қай құс? Көркем. Жарайды. Кәмшат. Жақсы, жарайсың. Ай, Сәуле. Жоқ, қарған не шатастың? Нұрсұлтан? Жарайсың, бұл тұрна ғой. Отыра ғой, ай, Сәуле. Саламат? Жарайсың. Мағжан? Өте жақсы. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы күзгі құс керуені деп аталады. Балалар, біз бүгін Мұхтар Әуезовтің керемет мәтінімен танысатын боламыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты, балалар, кейіпкерлердің іс-әрекетін анықтау, шығармадағы барлық оқиғаларды зерттеу, талдау, шығармашылық жұмыс жасау. Енді балалар, назар аударайық. Бүгінгі сабақта біз өзіміз қалай бағалаймыз? Әрқайсысының алдарында құстың ұясы бар. Ал менде мына ұяда бірнеше құстар бар. Әр тапсырмадағы ұпайды алу арқылы құстарыңды алып, өз ұяларыңа қондырасыңдар. Түсінікті ғой, Балалар, бүгінгі сабағымызда біз құстар туралы түрлі ойындар ойнаймыз. Кезекті ойын, бірақ бағаланады. Дескрипторға назар аударамыз. Тиісті құспен дұрыс сәйкестендірсең, бір ұпайға не боласың? Енді балалар, құстардың іс-әрекетін анықтауымыз керек. Мысалы, қаңқылдады. Қай құс қаңқылдайды? Саламат? Дұрыс, алағы ұпайыңды. Қарқылдады. Мариям? Дұрыс, ұпайыңды ала ғой. Шырылдады. Өте жақсы. Келесі, шақырды. Мейірім? Дұрыс екен, ала ғой. Әупілдеді, жайдары. Әупілдеді, құстың атын айтамыз. Әупілдеді, Айсұлтан. Жарайсың, келе ғой, ұпайыңды ала ғой. Тұраулады, Кәусар. Қателестің, Диана. Жарайсың, тұраулады. Шықылықтады. Кәмшат. Келе ғой. Көкектеді, сезім. Жарайсың, келе ғой. Қоқылдатты, Саламат. Жарайсың. Шиқылдады. Мейірім. Мадина. Ойбай, балалар. Ай, көркем. Жарайсың, шымшық қой шиқылдайтын балалар. Барқылдады. Әбіл Мансұр. Жарайсың, келе ғой. Ала ғой ұпайын. Ойын ұнады ма? Дәптерімізді ашып, күннің жарын жазайық, жаңа тақырыбымызды жазып алайық. Келеші. Отыра.
оқулығымыздың 105-ші бетін ашып қояйық, балалар. Балалар, бүгінгі өтетін жаңа мәтініміз Мұхтар Әуезовтың күзгі құс керуені деп аталады. Мұхтар Әуезов Шығыс Қазақстан облысында 1897 жылы дүниеге келген. Мұхтар Әуезовтың әлемге әйгілі шығармасы Абай жолы романы. Ол Абай жолы романында атақты біздің ақынымыз Абай Құнанбайұлы туралы жазған. Мұхтар Әуезовтың өзі кішкентайынан кітап оқып, білімге құштар болған. Міне бүгін сіздерге құстар туралы өте тартымды, өте әдемі, қызықты мәтін ұсынып отыр. Ендеше осы мәтінмен танысайық. Балалар, күзгі құс керуені мәтінін мультфильм ретінде қазір тыңдаймыз, мұқият тыңдаймыз, себебі мәтін бойынша бірнеше тапсырмалар орындаймыз. Күзгі құс керуені. Кеше мектепке келе жатып, жолда әкеммен кездесіп қалдым. Біз жолыққан кезде тура біздің үстімізде тізбек келіп, бір топ қаз ұшып өтті. Бұдан бірнеше күн бұрын біз у-шу болып қарқылдап ұшып бара жатқан ұзақ қарғаларды көрген едік. Әкем екеуміз үйге бірге қайттық. Ол кісі жол жөнекей құстар туралы маған мынандай әңгіме айтып берді. Жыл сайын қоңыр күзде біздің ауылдың үстіне үйрек, қаз, тырна сияқты құстардың легі ұшып өтеді. Кей жылдары аққуларды да көруге болады. Бұл құстар қыстың жақындап қалғанын сезіп, жылы жаққа қарай қоныс аударып барады. Жылы жаққа қайтқан құстар жоғары ұшады. Ең биік ұшатыны тырналар мен аққулар. Алыс жаққа бет алған құстары жерге сілбеп қонады. Тоқтамастан бірнеше 100 шақырымға дейін ұша береді. Қарындары ашып шаршаған кезде түнеп шығу үшін жерге қонады. Жылы жаққа кетіп бара жатқан құстар топтасып, немесе тізбектеліп, көбінесе үшбұрыштанып ұшады. Әр топтың алдында өте тәжірибелі өз жолбасшысы жүреді. Ол жолды жақсы біледі. Себебі бұған дейін бұл жолмен талай рет әрі-бері ұшып өткен. Құстардың бір үйірінде мұндай жолбасшы бірнешеу. Олардың міндеті көп. Құстардың жерге қонып, тамақтанатын, демалатын орнын солар таңдайды. Үйірдің қауіпсіздігін де солар бақылайды. Құстар бір жерге қонып демалған кезде жолбасшылар кезектесіп оларды күзетеді. Аспанда да жолбасшылар ауыр жұмыс атқарады. Тізбектің ең алдында жақын болғандықтан олар қанаттарымен ауаны жарып, соңындағыларға жол салып отырады. Жолбасшы салған жолмен ұшу оның соңындағы құстарға жеңіл болады. Сондықтан жолбасшы ауада өте көп күш жұмсайды. Тез шаршайды. Ондай кезде оны басқа жолбасшы ауыстырып, шаршаған жолбасшы үйірдің соңына ілеседі. Үйірдің ең соңынан ұшу өте жеңіл. Жолбасшылар осылайша кезектесіп дем алып отырады деп әкем әңгімесін аяқтады.
Менің әкемнің әңгімесінен көп нәрсе ұқтым. Құстардың ақылдылығына, ұйымшылдығына қатты таң қалдым. Мұхтар Әуезов. Балалар, әңгіме ұнады ма? Өте қызықты, иә? Енді осы әңгіменің тұсында 3 тапсырма берілген. 3 сұрақ. Ол сұраққа жауап бермес бұрын біз қазір мәтінді оқып алуға тиіспіз. Тапсырманың дескрипторы берілген. Мәтінді тыңдап оқиды, сұрақтарға жауап береді. Мәтінді оқу үшін 2 минут уақыт беріледі. Оқу минуты басталды. Уақыт аяқталды. Мәтінді толық оқып шықтық па? Жарайсыңдар. Ал енді балалар 3 сұраққа жауап беруге дайын отырайық. Бірінші сұрақ. Кім оқиды, кім жауап береді? Кәусар, Мариям. Жарайсың. Келесі сұрақ. Оқимыз, жауап береміз. Тағы. Сезім. Жарайсың. Ал келесі сұрақ. Тағы. Басқа. Мейірім айтып қара. Толықтыру керек. Көмектеседі, жарайсыңдар. Ұпайларымызды ала қойып. Сезім, Мейірім және Мариям. Жарайсыңдар, өте жақсы. Ары қарай тапсырмалар орындай береміз, балалар. Топтық жұмыс. Топтық жұмысты бастамас бұрын тобымызға ат қоямыз. Қандай құстарды жақсы көресіңдер? Бірінші топ. Бұлбұл. Бұлбұл тобы. Екінші топ қандай құс жақсы көреміз? Қарлығаш тобы. Үшінші топ. Аққу құсын жақсы көреді екен. Аққу тобы. Ал балалар, аққу туралы қандай мақал бар? Жарайсыңдар. Балалар, қарлығаш төмен ұшса жаңбыр жауады деген сөзді естіп көрдіңдер ме? Ұмытпаймыз. Бұлбұл қандай құс?
Бұл әнші құс. Балалар, ал мен мына құсты жақсы көремін. Бұл үкі. Бұл даналықтың символы. Сосын балалар мен тауыс деген құсты жақсы көремін. Бұл әлемдегі ең әдемі ерекше құс. Мен осы құстарды қатты жақсы көремін. Ал ендеше топтың тапсырмасы қандай? Дескрипторларды қазір топтық жұмыста жазылған, сол жерде танысасыздар. Сәлем достар, сіздер бүгін құстар туралы ақпарат алдыңдар. Мәтін бойынша мен берген тапсырмаларды топтасып орындаңыздар. 3 топтың тапсырмасы берілген. Түсінікті деп ойлаймын. Дескрипторлары да берілген. Сіздерге 4 минут уақыт беремін. Себебі сұрақтарға нақты жауап береміз. Мәтіннен дәлелдер келтіреміз. Уақыт кетті.
Уақыт бітті. Өте жақсы балалар. Топ басшылары жұмыстарымызды алмастыру арқылы бір-бірімізді бағалайық, қанекей. Бір минут қана уақыт берем, балалар. Алдымен сұрақты оқып алыңдар. Жауаптары дұрыс па? Мәтіннен дәлелдер келтірген бе? Нақты ма? Соның барлығын қараймыз. Келе қойыңдар тақтаға. Кәмшат, келе ғой. Так, енді қанша ұпай береміз? Қалай орындады? Бағалауымыз керек. Кәмшат, келе ғой. Так, бірінші топтың жұмысы. Бірінші топтың жұмысы. Кел. Екінші топтың жұмысы. Ары қарай бар. Мә, үшінші топтың жұмысы. Айта ғой. Бірінші топтың тапсырмаларының жауаптары өте дұрыс. Және де суреттерінің түстері де қарақшылықты. Жарайсың. Екінші топтың тапсырмалары дұрыс, әрі сәйкес. Олар мәтінмен сәйкес қойылады. Иә, оқып бересің бе маған? Бірінші сұрағы, бір сұрағын оқып, жауабын айтшы. Иә, қандай жауап жазған? Жақсы, өте жақсы. Дұрыс жауап берген екен. Кәмшат. Иә. Барлығын оқып шықтыңдар ғой, иә? Қандай екі тағы сұрақ құрастырған ба? Құрастырған сұрағын оқып берші маған. Сұрағын оқып бер, сұрағын. Жарайсыңдар, өте жақсы. Барлық топ мүшелеріне 2 ұпай бере аласыңдар ма? Жақсы, мейірім. Бірінші топқа ұпайларын тарата ғой. Екінші топтың ұпайларын тарата ғой. Үшінші топтың ұпайларын тарата ғой. 2 ұпайдан бересіңдер. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Балалар, енді кішкене тергіп алайық. Орнымыздан тұрамыз. Дайынбыз ба? Отыра қойыңдар. Жұптық жұмыс болады балалар. Ұшып келген сөйлем. Менің қолымда сөйлемдер жұптарға ұшып бара жатыр. Ал сендер дескриптормен танысыңдар. Қане жұптасамыз? Қане жұптасамыз? Дескриптормен танысып алайық. Алаға Мағжантай. Алаға Диана. Тақтаға назар аударамыз. Құрмалас сөйлем құрастырады. Үлгіге сай жалғастырады 1 ұпай.
жұппен ынтымақта жұмыс істейді бір ұпай. Сіздерге 2 минут уақыт беріледі. Уақыт кетті. Жазамыз. Мен таратқан бетшеге жаза беріңдер. Я. Жұптасып, бір-бірімен ақылдасып, жұмыс жасаған балаларға мен ұпай беріп жүрмін. Мария мен Нұрсұлтан жарайсыңдар. Жарайсыңдар. Ынтымақта жұмыс жасайды менің балаларым. Құрмалас сөйлемді дұрыс құрастырсақ, тағы бір ұпай алуға мүмкіндіктерің бар. Я. Жарайсыңдар. Я, көркем. Ақылдасып жатырмыз ба? Я, ақылдасамыз. Ынтымақта жұмыс жасаймыз. Я. Я. Айсұлтан? Я. Еңіліп көмектесіп жатыр. Жарайсың. Еңіліп мәтіннен деректерге сүйене отырып орындауға көмектесіп жатыр екен. Өте жақсы. 15 секунд уақыттарың қалды. Уақыт бітті. Үшінші топтамасына жауап берейік. Бір оқушы оқысын. Оқиға. Өте жақсы. Мариям оқиға. Жылы жақтан келіп жатыр. Құстар топтасып қиқулап ұшып, туған жеріне келіп жатыр. Жарайсың. Мадина. Топтасып қиқулап жылы жаққа келіп жатыр. Жақсы. Екінші топ. Қалай жағдайларың? Аймира. Құстар топтасып қиқулап ұшып, туған жеріне келіп жатыр. Құстар топтасып қиқулап ұшып, жылы жаққа келіп жатыр. Жарайсыңдар. Жайдары. Құстар топтасып қиқулап туған жеріне келіп жатыр. Құстар топтасып қиқулап ұшып, көктемге келіп жатыр. Жарайсыңдар. Я. Мейірім. Жарайсыңдар. Өте жақсы. Я. Сезім. Жылы жерге ұшып келіп жатыр. Құстар топтасып қиқулап жерге ұшып ауылға. Жарайсыңдар. Ауылға келе жатыр. Я. Ажарқын оқы. Құстар топтасып қиқулап ұшып жылы жаққа келе жатыр. Дұрыс. Тағы. Құстар топтасып қиқулап ұясына келіп жатыр. Жарайсыңдар. Я. Құстар топтасып қиқулап ұшып ұяға келіп жатыр. Я. Жылы жаққа ұшып келді. Жақсы. Өте жақсы балалар. Қай топ, қай жоқ? Дәл жауап берді. Мен ұпайларын бердім.
мына топтан Мариям мен Нұрсұлтанға беремін. Ал ұпай алмай қалған оқушылар құрмалас сөйлемді толық жаза алмай қалдық. Бірақ сендердің де нұсқаларың өте жақсы құрастырылған. Жарайсыңдар. Ары қарай. Балалар, сабағымызды қорытындылауға да уақыт келіп жетті. Бүгін біз сабақта не үйрендік, мәтінді қаншалықты түсіндік, соны анықтау үшін қарлығаш әдісі арқылы ойын ұйымдастырдым. Ұяда сұрақ тұр, қарлығаштар жауабымен келіп тұр. Бір қарлығаштың сұрағы дұрыс, екінші қарлығаштың сұрағы бұрыс. Дұрыс қарлығаш ұяға қонады, бұрыс қарлығаш жерге құлайды. Мадина келе ғой. Дұрыс. Келесі. Қайтар. Ең биік ұшатын құштар тұланын ақсу. Көрек қанекей. Дұрыс екен. Жарайсың. Келесі сұрақ. Аймира. Қалай ұшады? Көзінің қоқтарды, көзінің немесе ұшқыш болып ұшады. Жарайсың. Келесі сұрақ. Келе қойшы Мансұр. Келе қой. Көрек. Қарайсың, өте жақсы. Келесі сұрақ. Мағжан келші. Әкесінің әңгімесінен бала не түсінді? Құстардың ақылдығы мен толығы. Жарайсың. Алла, осымен сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырманы аламыз. Күзгі құс керуені мәтінін оқимыз және бір құстың атынан күзгі жолдың қиындықтарын сипаттап хат жазамыз. Манағы құстардың ұшқан кездегі қиындықтары бар ғой, сол туралы сипаттап хат жазамыз. Оқулықта да бұл тапсырма берілген. Енді балалар, әрине, бүгінгі сабақтан қандай ұпай алдық? Қанекей, санайық құстарымызды. Балалар, бүгінгі сабақ бәріңе ұнады ма? Маған да ұнады. Ендеше сендерден кері байланыс күтемін. Бірінші топ келе қойыңдар. Жарайсыңдар. Екінші топ келе қойыңдар. Үшінші топ келе қойыңдар. Рахмет, балалар. Бүгінгі сабақты барлығы да өте жақсы түсінген екен. Мен ризамын. Осымен сабағымыз аяқталды.